Бұрынғы өткен заманда ешкінің жіті лағы болыпты. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып ақылын айтады. Балаларым, ешкіге есік ашпаңдар, орманда қасқыр жүр. Мен келгенде лақтарым, шырақтарым, аналарың келді, орманнан сүт әкелді деп әндетемін дейді. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр оның сөзін естіп қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып өзінің жуан даусымен оның әнін айтады. Бірақ лақтар оның бөтен дауыс екенін біліп, есікті ашпай қояды. Қасқыр саудагерге барып бор сатып алады. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жіңішкереді. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар тағы да алданбады. Қасқыр ұстаға барып өзінің даусын жіңішкертіп жасатып алды. Даусы ешкінікі сияқты жіңішке болып шықты. Бірақ жаңа дауыстың да көмегі болмады. Лақтар аяғын көріп қойды, ашпай қойды. Қасқыр жылдам наубайшыға барып, аяғына себетін ұн сатып алды. Қасқыр есік алдына қайтып келді. Ақ аяқтарын лақтарға көрсете созып тұрып, әнге басты. Лақтарым, шырақтарым, аналарың келді орманнан, сүт әкелді, қорықпаңдар, есік ашыңдар дейді. Жеті лақ сеніп есік ашады. Қасқыр үйге кіріп келгенде лақтар жан-жаққа қашып тығылып қалады. Қасқыр олардың бәрін де тауып жеп қояды. Тек біреуін ғана байқамай қалған екен. Ол пештің ішінде тығылған еді. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кірісті. Ұзамай ешкі үйіне оралды. Есікті итерсе, есік ашық тұр. Ешкі үйге кіріп лақтарын шақырады. Амалын қалған лақ алдына шығып, болған жайды айтып береді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп қорылдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жібергенде 6 лақ шыға келеді. Қасқыр оянбай тұрғанда ешкі оның қарнын таспен толтырып қайта тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оның төмен тартып, қасқыр құдыққа құлайды да батып кетеді. Ешкі болса балаларын енді жалғыз қалдырмауға уәде етеді.